Ішкі істер министрлігінде ведомство жанындағы қоғамдық кеңестің жаңа мүшелері таныстырылды. Азаматтық қоғам өкілдері енді түрлі салада полициямен бірге етене жұмыс істейтін болады. Жалпы кеңестің жұмысы, оның негізгі мақсаты жұртшылықпен өзара іс-қимыл жасау, халықпен кері байланыс орнату. Былай айтқанда, ол енді қоғаммен ішкі істер саласында жалпы мемлекеттік органдармен мост қой, көпір дейміз. Жалпы қоғамдық кеңестің жұмысы 3 жылға жалғасады. Одан кейін құрам өзгертіліп отырады. Бұған дейінгі кеңесте ішкі істер органдарында маңызды мәселелерді көтеріп, өз қызметтерін қорытындылаған болатын. Жаңа кеңестің құрамында азаматтық қоғамның 23 өкілі және министрліктің 7 өкілі бар. Кеңес төрағасы болып Бақтияр Мәкен сайланды. Іс-шара барысында кеңес мүшелеріне арнайы куәлік табысталды.